Сырдан апайым, сізге рахмет. Осы шара біздің көрмеміз бір ай көлемінде жалғасатын болады. Димаш бауырымыздың бағана өзінің бала кезінде ұстаған домбырасы осы шаңыраққа музейде мына жерде тұрған қазақтың үлкен дара тұлғалар Абай Жамбылдар мен сол көрменің орнынан алдағы уақытта орын тебетін болады. Үлкен рахмет. Сәттілік тілейміз, аман болыңыздар. Рахмет. Өзіңізге көп рахметімізді айтамыз. Тағы бір қошемет соғып қойыңыздар. Қадірменді қауым, көрменің негізгі экспозициясын Димаш Құдайбергенге халықаралық ынтымақтастық аясында мемлекет басшылары, зиялы қауым өкілдері және жанкүйерлері сыйлаған 70-тен астам музыкалық аспап құрайды. Бұл аспаптардың әрқайсысы түрлі халықтардың рухани болмысы мен мәдени мұрасын айшықтайтын құнды жәдігер. Олай болса, құрметті ханымдар мен мырзалар, сахнаға Қазақстан Республикасының және Қырғыз Республикасының халық әртісі, әлемдік жұлдыз Димаш Құдайбергенді, сонымен қатар ата-аналарға, Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, әнші, сазгер Димаш Құдайбергеннің әкесі Қанат Айтбаевты және Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген орденінің иегері Димаш Құдайбергеннің анасы Светлана Айтбаеваны сахна төріне ортаға шақыруға рұқсат еткейсіздер. Құрмет, қошеметпенен. Өздеріңізді бір шақырып, бірнеше сұрақ қояйық па деген ойымыз, ниетіміз бар еді. Ортаға шақырсақ па деп отырмыз. Қошеметпенен қарсылайық, қадірлі қауым. Кішкене қошемет жетпей тұрған сияқты, бұл қол сатамастенен. Әнеке жаңасыңыздар, көрмешіңіздер. Бәрекелді, жаңасыңыздар, армысыздар, қайырлы күн, көңіл күйлеріңіз қалай, жақсы ма, қалай кеттіңіздер? Қайырлы күн, қымбатты ағайын. Мынандай үлкен шара жасап қояды деп ойламадық кезде. Елмен бірге әдемі аспаптардың көрмесін көреміз деп келгенбіз. Оны білгенде шамалы шашымызды әдеміледік, тарамда бір галстуктың дұрысын дағдырап келеді ғой. Рахмет. Жан Данияр бауырым айтып жатыр ғой, Өзбекәлі Жәнібеков ағамыз қазақтың дара тұлғасы, сол кісінің қолының табы тиген, сол кісінің жүрегінің ізгі ниетінен туындаған әдемі музей деп. Шындығында да ұрпақтар жалғасып келе жатыр. Ұрпақтардың сабақтастығы бар кезде ұлт болады. Ұлт бар жерде мемлекет болады. Сондықтан сонау ғасырлардың төрінен келе жатқан қандай асыл құндылықтарымыздың барлығы жинақталған осы музейдің экспонаттарын көріп, жаңа көңілімізге бір керемет бір серпіліс туындады, толғаныс болды, бір анау замандарға, бағыз замандарға саяхат жасап қайттық. Яғни біздің тарихымыздың соншалықты терең екендігі, тұғырымыздың соншалықты нық екендігі, осындай әрбір істен, әрбір экспонаттан, әрбір тарихи сәттерімізден білінетіндігі белгілі. Бүгін енді мына Бауыржан ағамыздың ұсынысы бойынша жасақталып отырған бір көрме ғой. Біз осы Димаштың арқасында, Димаштың себебіменен қалай елдерге барып, қазақтың төл мәдениетін насихаттау жолында ел мен елдің арасындағы кәсіби және мәдени экономикалық байланыстарды нығайту мақсатында көптеген шараларға барғанбыз, концерттерге қатысқанбыз, Димаштың түрлі концерттерін ұйымдастырғанбыз. Қаншама елдерге барған кезде сонша елдердегі Димаштың өнерін жақсы көретін жанкүйерлері өздерінің елдерінің бір әдемі сыйлықтар болсын деп көптеген музыкалық аспаптарды бізге сыйға тартқанды. Кейбір елдерге өзіміз әлі бармаған болсақ та, бір Европада болған немесе Азияның мемлекеттерінде болған концерттеріне сонау шығандағы елдерден арнайы ұшып келіп өздеріңіз кәсіби біліктіліктерін көрсететін музыкалық аспаптарын сыйға тартқан азаматтар көп болғанды. Соны біз енді зерделеп қарап келіп қалсақ, 70-тің шамасындағы музыкалық аспап болыпты. Одан да асыңқырап кетті, өйткені біз барлығын бірде әкеліп үлгере алмадық. Бір жерге шоғырландырамыз ба деген ой бар болашақта. Соны көрсін деп
Димаштың өнеріне тәнті болып берген Димаштың жанкүйерлерінің өнері, жаңағы тарихы біздің елдегі азаматтарға да көрінсін, емен елдің арасындағы мәдени байланыс нығайсын, біздің әрбір берген музыкалық затқа шынайы сүйіспеншілігіміз оларға да сезілсін деген ойменен біз қуана келісім бердік. Баукеңе осы жерде қойылып ел мен жұртта көзайым болатындай жақсы дүниелер әрбір азаматтың жүрегіне кішкентай да болса бір қозғау салса, өнерге ұмтылдырса, талпындырса жас балаларды, сол ісіміздің ортақ нәтижесі болмақ. Мына қаншама адам бар, қанша ел бар, соның ішінде қонақжай емес халық жоқ. Соның ішінде жүрегі ізгілікке толы емес жан жоқ. Барлығының да астақ арманы бір, барлығымыздың да төбеміздегі аспанымыз бір, барлығымыздың жүрегіміздегі арманымыз бір. Әркімнің тілі әртүрлі болуы мүмкін, бірақ ізгілікке жету жолындағы әркімнің өмірлік өрнегі бірдей. Әркімнің әртүрлі тарихы бар, әркімнің әртүрлі ұлттық құндылығы, дәстүрі бар, музыкалық аспаптары бар. Сол секілді әркім өздерінің жүрегінің түкпіріндегі ең ізгі асылдарын беріп жіберіп, біздің Қазақстанның төрінде, осынау ықылас музейінде көрініс тауып тұрса, ел мен елдің арасындағы жібек жіптерді шырмап байлайтын ұлы күш сол болмақ. Өнердің ең асыл қасиеті адамдарды ізгілікке шақыру, бірлікке шақыру. Сондықтан да осынау өнерді бағалап, бүгінгі ортамызға жиналған сіздердің барлықтарыңызға зор алғыс айтамын. Бәрекелді, Қанат аға. Ал енді қояр сұрақтарымыз болса, яғни осынау